Наурыз тойлы 10 күндікке бөлінген, ол 14 наурыздан бастап 23 наурыз аяқталады. Әр күнге өзінің атаулы даталарын қойған. Сондықтан бүгінгі іс-шарамыз енді 19 наурыз ұлттық киім күні деп аталады. Сондықтан бүгін мәдениет басқармасына қарасты қаланың барлық мәдениет ұйымдары, өнерпаздар жиналып, осы наурыз ұлттық күніне орай өздерінің өнерлерін көрсетіп, және де өзіміздің келешек ұрпақтың осы ұлттық киімге деген құлшынысын дәріптеу мақсатында, үйрету мақсатында жүргізіліп жатыр. 18 марта объявлен Днем национальной одежды. Это было предложено президентом на Курултае. Мы, как работники культуры, действительно мы должны идентифицировать и продвигать казахстанские бренды, казахстанской одежды, быть узнаваемыми по всему миру. И сегодня вот работники культуры со всех предприятий культуры, порядка 500 человек, мы собрались здесь в национальной одежде, чтобы встретить вот этот вот наш новый праздник, День национальной одежды.